қазақ халқының сонау тарихы да, бүгінгі күнгі жетістігі де осы өзіміздің мінез құлқымыз қалыптасқан салт дәстүрімізге байланысты. Ұлы билеріміз Төле би, Әйтеке, Қазыбек бұл осы қазіргі заңымыздың негізін салды. Сол ұлтымыздың жақсы қасиеттерін бүгінгі күнге жеткізді десек артық болмайды. Бүгінгі біздің конституциямыз жаңа Қазақстанға сай өзінің халқының референдумы арқылы, сайлау арқылы өзгерістерді енгізіп отыр. Ата заңымыздың ең басты мақсаты бұл еліміздегі бірлік, еліміздегі тыныштық, сол халқымыздың түсіністігі елімізге мүмкіншілік жасап, болашаққа тәуелсіздіктің ұлы керуеніне мүше болып, алға қойған мақсаттарымызға Қазақстанда тұратын барлық этникалық топтардың ұлт өкілдеріменен бірге жаңа Қазақстанды жаңарту, соның алдына қойған мақсатына жету. Осы демократиялық конституцияның негізінде даму біздің алға қойған мақсатымыз. Сондықтан мынау келе жатқан мереке барлық Қазақстан халқына жақсылық әкелсін. Бірлік болған жерде тірлік болады, түсіністік болған жерде нәтиже болады. Сондықтан дендеріңіз сау болсын, жанұяларыңызға жақсылық тілеймін, Алланың нұры жаусын, достығымыз нығайсын, бірлігіміз күшейсін, елдігіміз нығайып, мемлекетіміз дамыған мемлекеттердің қатарына қосылсын. Алға Қазақстан, жаңа Қазақстан жасай берсін. Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года, определяет принципы государственности и высшую ее ценность гражданина, его основные права, свободы и обязанности, дает возможность проявлять инициативу, а также возрождать свои культурные и духовные ценности. Именно благодаря Конституции представители каждого этноса, проживающего в Казахстане, имеют возможность изучать свой родной язык, культуру, традиции и обычаи своего народа. И наш долг – знать и четко соблюдать все изложенные в Конституции нормы, а также твердо следовать букве основного закона. Только тогда мы сможем жить в свободной и независимой стране, а каждый сможет внести достойный вклад в развитие своего региона и государства в целом. С праздником, дорогие друзья! С Днем Конституции Республики Казахстан! Когда речь заходит о Конституции Казахстана, я с гордостью вспоминаю слова из преамбулы и первой статьи Конституции о том, что миролюбивые граждане Казахстана привержены идеалам свободы, равенства и согласия. Там же указано, что Казахстан является современным светским демократическим государством. Наши государственные принципы основаны на верховенстве закона и уважении к правам и свободам человека. Недавно проведенный референдум о внесении поправок в Конституцию только показал наше уверенное желание идти по пути развития, свободы и равенства. Маңызды мерекеде баршаңызға бейбіт өмір, шаңырақтарыңызға шаттық, баянды бақыт тілеймін. Еліміздің тұғыры бекемденіп, мәртебесі биіктей берсін. Мереке құтты болсын.